қазақтардың тупойлығына таң қаламын да кейде. Қажылық дейді. Сол қажылықта адамдар өлсе, барлығын бір-бірінің үстіне жинап, свалкаға көміп тастайды екен. Білесіз ба? Иә, көремін, қарай. Сонда да бара береді ғой. Жасы бар, кәрісі бар, ағыл. Гигиена дейді еще. Ой, гигиенаның гарбы жоқ. Ел алдында жүрген танымал азаматсыз ғой. Бір-екі жаңағы фразаны сөздеріңіз бар, жаңа әлеуметтік желіде вдруг вокругта айналып жатқан. Көкірегі ояу азамат ретінде мен сізге бір сұрақ қояйын, қазақ тойшыл қауым ғой. Ащы судан оттап тұрасыз ба? Арасында ішіп тұратын бар. Ол негізі қазір мына арақ дегенді бұрмалап жіберді ғой. Дүмше молдалар ойбай, арақ ішсең берекең кетіп қалады екен. Арақ сорлылыққа апарады, кедейлікке апарады. Элементарный сұрақ қояйын, мысалы, Бекер, сізге қараңыз. Иә. Мына бүткіл Европа ішеді арақ. Иә, ішеді. Англияның құдайдың құтты күні виски ішеді. Германия пиво ішеді. Мәше шығарады мысалы. Франция виски ішеді мысалы. Қалай дамып жатыр, иә? Неге солар сорлы болып қалмайды деймін да? Неге солай кедей болып қалмайды деймін да солар? Сіз сияқты көкірегі ояу азаматтар айтпаса оны халық білмейді. Жоқ, мына мұсылмандар ойбай харам дейміз, анау дейміз, мынау дейміз, бірақ бір зат ойлап тауып жатқан жоқпыз ғой Беке. Яғни шындықты айттыңыз, шырылдаттыңыз осы. Стоп, не айтып кеттіңдер? Бауырым, ақшаны төледік қой. Неме түсіре берсейші? Сұхбат жалғастыра берейік. Түсірме мен мұндай. Сен өз көзімен барып көрдің ба Меккеге? Жоқ, енді барып келгендер айтып отырды ғой. Солай дейді. Мен өз көзіммен көргем. Ол жерде дүниеден өткен адамдарды жуындырып, арулап, жаназасын шығарып жерлеп жатады. Арақ ішкендер дамып жатыр екен. Ішіп алып сен дамыдың ба, бірдеңе ойлап таптың ба жалпы? Мұсылмандар ештеңе ойлап таппаған дейсің. Мына химия, биология, физика, аспанда жұлдыздарға дейін, астрономияға дейін осы ғылымдардың іргетасын қалаған мұсылман ғалымдар. Сен өз жалпы мамандығың кім негізі? Жоқ, бауырым, мен негізі өзім кәсіпкермін. Мына Бекең осындай контент түсірейік. Намысхандарға тиіссең тез көтерілесің деген. Беке, айтсаңшы. Сен неге кәсіпкерден дін жайлы, тарих жайлы сұрап отырсың? Хайп қой. ютубты дамыту керек, жаңағындай тез көтерілудің жолы ғой енді. Проект қой бұл бір кішігірім. Осы сендер сияқтылар құртады. Студияны арендаға алып алады. Өтірік білімдің түрін жасап алып, елдің бәрін бір-бірімен қырылыстырып. Жігіттер, қанша жерден контент таппай жатсаң да, дінге тиіспеңдер. Дін жайлы өзің мамандары сөйлесін. Ақыры сен кәсіпкер екенсің. Артынан ілесіп келіп жатқан жас кәсіпкерлерге үлгі беріп, жол көрсетпейсің ба? Әрқайсымыз өзіміздің саламыз бойынша қолдан келгенше елге үлесімізді қосайық. Арзан хайп деп, арсыз тірлікке бармайық та. Арзан хайп деп